бағдаршам болса. Демек, жасыл мен қызылда не жанып тұр? Жасыл светофор. Демек, автобустарда жасыл светофор жанып тұрады. Бұл жағдайда сіздерге білу керек. Неше жолақ бар бір жақтан? Екі. Өйткені екі көлік тұр. Қай жолақ қай бағытта бара алады? Жасыл автокөлік жүргізушісі тура және оңға барады. Оңға барарда кімді өткізеді? Жаяуда. Тек қана пешеход. Қызыл автокөлік қай бағытта бара алады? Солға. Тура, немесе солға және кері. Тура барарда ол ешкімді өткізбейді. Солға барарда бұл кімді өткізеді? Встречканы өткізеді. Кері бұрыларда да солай. Өйткені бұда жасыл жанып тұрса, мына екеуінде де жасыл жанып тұр деген сөз. Бұл ең қарапайым бағдаршамның түрі. Екінші түрі, бағана мен айтқан, ол стрелка. Егер бұлай жанып тұратын болса, стрелка қайда жанып тұр, сонда жүруге болады дейді. Бұл жағдайда қызыл автокөлік солға кері бұрыларда ешкімді өткізбейді. То есть негізгі бағдаршам жасыл жанып тұрма, жасыл тура оңға кете береді. Ал стрелка қайда рұқсат етіп тұр? Солға және кері. Соответственно, солға кері бұрыларда қызыл көлік ешкімді өткізбейді. Енді егер мынау стрелка сөніп қалатын болса, бұл жағдайда қызыл көлік жүргізушісі тоқтау сызығында тоқтап тұрады. Ал жасыл жүре береді, өйткені оның бағдаршамы жасыл жанып тұр. Мынау жасыл өшеді қызылға, сол кезде ол тоқтайды. Оның артындағы көлікке тоқтайды деген сөз. Енді бұл жерде стрелка қайда жанып тұр, соған қарап жүресің деген сөз. Мына стрелка сөніп қалды ма, қызыл көлік солға кері бұрыла алмайды. Бұл тоқтау сызығына тоқтау керек. Ал тура оңға жүретін көліктер жүре береді. Ал ол мына жерде поворотник қосып тоқтап тұра береді. Бұл мына бағдаршам. То есть ең қарапайым түрі. Екінші мына бағдаршам. Стрелка қайда жанып тұр? Керісінше оңға. Оңға. Демек, бұл жерде сіздерге білу керек. Жасыл көлік оңға бұрыларда тек қана осы бағдаршамға қарайды. Мына бағдаршам жанып тұр ма, жасыл оңға бұрыла алады. Мына бағдаршам сөне ма, жасыл не істейді? Тоқтап тұрады. Поворотник қосады да, поворотник дегеніміз не? Оңға қарай. Сары маячок тықы деп тұрады машинада. Соответственно, поворотникті қосады да, ол тоқтап тұра береді. Түсінікті ғой? Өйткені оның бағдаршамы сөніп тұр. Ал мына көлік қандай бағдаршаммен жүреді? Негізгі. Яғни тура жүреді, ешкімді өткізбейді, солға бұрыларда встречканы өткізеді деген сияқты қағидамен жүреді. Түсінікті ғой? Бұл стрелкаға кім қарайды? Тек қана оңға жүретін көліктер. Егер, мысалы айтайық, міне, мынау жасылдың артынан тағы көлік кеп қалды. Мынау жүзек емес, простой көлік деп алайық, бұл тура жүргісі кеп тұр. Жасыл оңға бұрылмақшы. Мынау не істейді? Екінші жолға шығады. Әрине, қатар ауыстырады да, кете береді. Өйткені бұл өзінің поворотнигін күтіп тұру керек. Бағдаршамын күтіп тұруға міндетті. Түсінікті ғой? Енді бұлай болуы мүмкін. Мына жерде бұлай жанып тұраттағына не? Светофор қызыл жанып тұр, бірақ оңға бұрылатын бағдаршам жанып тұр. Демек, тура солға жүретін көліктің барлығы тоқтайды да, мына көлік қайда бара алады? Оңға бұрыла алады. Тек қана оңға барады. Енді мысалға айтайық, міне, жасыл көлік тура жүргісі кеп тұр, қызыл оңға бұрылмақшы. Бұл жағдайда бағдаршам жанып қалды. Демек, мынау жасыл, қызыл оңға бұрылмақшы ма, қызылдың поворотнигі жанып қалды ма, демек, жасыл да оңға бұрылып кетуге міндетті. Неге? Өйткені оның бағдаршамы жанып тұр, ол неге оның қолын ұстау керек? Мына көлік неге мынаны деп өз жұмысын тоқтату керек? Өйткені оның бағдаршамы рұқсат етіп тұр ғой. Демек, бұл жағдайда жасыл көлік оңға бұрылып кетуге міндетті. Обязательно. Бірақ,
егер айтайық мысалға, иә, жасыл тура жүрмекші, қызылда тура жүрмекші, поворотник қосқан жоқ. Бұл жағдайда екеуі бағдаршамның жасыл жанғанын күтіп кете береді. Неге? Өйткені екеуі де тура жүрмекші, оңға бұрылатын ешкім жоқ. Демек, бұл жағдайда тура. Үшінші кеп қалса ше? Екеуі де оңға бұрып кете ме? Ол алтында біреу ғана ма? Өйткені мынаның артында мысалға міне трактор кеп қалып оңға бұрылмақшы. Жасыл көлік оны оңға бұрылатынын көрмейді ғой, ол түсіп қарамайды ғой, кімді өткізейін деп. Сондықтан да бұл жағдайда екеуі де кете береді. Тек қана арттағы көлік оңға бұрылатын жағдайда ғана мына оңға бұрылуға міндетті, өйткені ол ана артқан адам көріп тұрады ғой, оның не істеп жатқанын. Ал мынаны уже көрмейді. Түсінікті ғой? Бұл бізде мына бағдаршам. Оңға стрелка жанып тұрса, тек қана оңға жүреміз. Мына стрелка жанып тұрса, тек тура солға жүреміз. Солға бұрыларда встречканы өткізуге міндеттіміз. Сынап, бүйтіп артқа қарай бұрылып кетті ғой біреусі, солда жаңағына. Иә, тек қана встречканы өткізгеннен кейін. Мынау жанып тұрса, қана солға кері бұрыларда ешкімді өткізбейсіз. Қосалқы. Ал мына жағдайда солға кері бұрыларда өткізуге міндеттісіз. Келесі мына бағдаршам бар. Бұл не деген сөз? Негізгі бағдаршамменен барлығы жүре береді. Егер бұлай қосалқы бағдаршам жанып тұрса, демек қайда жүруге болады? Тек қана, е? Тек қана тура. Негізгі бағдаршам қызыл жанып тұр. Егер бұларда негізгі бағдаршам қызыл жанып тұрса, кімде негізгі бағдаршам жасыл жанып тұрады? Қай жолда? Мынада қызыл жанып тұр. Демек, мынада жасыл жанып тұрады. Кім бірінші жүреді? Автобус пен КамАЗ. А бұда не жанып тұр? Дополнительный, қосымша. Демек, бұл мына көліктер тура жүретін болса, екінші жүреді. Қиналып кеттіңіздер ма? Өштері қиындау.